Семей қаласы көлік колледжі физика пәні оқытушысы Дүйсепова Мақпал Талғатовна. Сабақтың тақырыбы атомның құрылысы, бор постулаттары. Бүгінгі сабақтың мақсаты студенттерге атом құрылысы, атом ядросының құрамы, изотоптар жөнінде жан-жақты білім беру, бор постулаттарымен таныстыру. Атомның тарихы 19 ғасырдың соңында ашылған электрон мен радиоактивтіліктің қасиеттерін анықтаудан басталады. Атом туралы ұғым ертедегі гректерден бастап алады. Гректердің пайымдауы бойынша атом тұтас, яғни бөлінбейтін бөлшек болып табылды. Атом құрылысының күрделі екендігін Джон Томсон ашқан электронның қасиеттерінен байқала бастады. Классикалық физика негіздеріне сүйеніп, атомның құрылысы мен негізгі қасиеттерін теориялық тұрғыдан түсіндіруге тырысқан Эрнест Резерфорд атом құрылысының моделін ұсынды. Атомның ішінде электр зарядтарының орналасу тәртібін анықтау үшін 1911 жылы Резерфорд өзінің шәкірттері Гейгер мен Марсымен бірге альфа бөлшектерінің жоғын өте жұқа алтын фольгадан өткізіп бірнеше тәжірибе жасады. Осы тәжірибелерді зерттеу нәтижесінде атомның ядролық, басқаша айтқанда планетарлық моделі өмірге келді. Фольга арқылы өте отырып, күкіртті мырыш экранға тап болып, микроскоптың көмегімен тіркелген жарықтың жарқылын тудырады. Атомның моделі бойынша альфа бөлшектерінің шоғы жұқа фольга арқылы өткен кезде онша үлкен емес бұрышқа шашырауы тиіс. Шындығында кіші бұрыштарға мұндай шашырау байқалды, бірақ ең ақылға сыймайтыны сол болды. Кейбір альфа бөлшектер көзі жағына кері ұшты. Осыдан Резерфорд мынандай қорытындыға келді. Атомның массасының және оң зарядының үлкен бөлігі атомның центрінде өте күшік көлемде шоғырланған. Томсон моделіндегідей барлық атом бойынша үлестірілмеген. Өз тәжірибелерінің негізінде Резерфорд атомның ядролық моделін ұсынды. Бұл модель бойынша атомның ортасында оң зарядталған ядро бар, ал оны электрондар айналып жүреді. Электрон теріс зарядталған ең кіші бөлшек. Резерфорд атомның құрылысын күн жүйесіне ұқсатты. Күн жүйесіндегі планеталар оған тартылып айналатындығы сияқты электрондар да ядроға тартылып, оны айнала қозғалады. Ядро мен электронның ара қашықтығы олардың өлшемдеріне қарағанда өте үлкен. Атом оң зарядталған ядродан және оны айнала жүретін теріс зарядталған бөлшек электроннан тұрады. Атомның бүкіл дерлік массасы ядрода шоғырланған. Ядро оң зарядталған протоннан және бейтарап заряды жоқ бейтарап бөлшек нейтроннан тұрады. Менделеев жасаған периодтық жүйедегі элементтердің реттік номері атом ядросындағы оң зарядтың санын, сол сияқты ядро айналасында қозғалатын электрондар санын көрсетеді. Элементтердің реттік номері оның атом ядросының заряды. Атомның ядро заряды химиялық элементтердің қасиеттерін сипаттайтын маңызды шама. Атом құрылысын одан ары зерттеу кезінде құрамына протон мен нейтрондар деп аталатын бөлшектер кіретінде анықталды. Мысалы, сіздерге есепте бериллий 4-9 элементі берілген делік. Осы бериллий элементінің протон, нейтрон, электрон санын анықта десе, элементтің реттік саны, яғни 4 ол протон саны көрсетеді. Нейтрон санын анықтау үшін элементтің атомдық массасының реттік саны азайтасыздар, яғни 9-дан 4 азайтып, нейтрон саны 5-ке тең болады. Протон мен электрон саны тең, яғни электрон да 4-ке тең болады. Табиғатта атомдық массасында айырмашылығы болатын бірдей элементтер атомы болады. Яғни олардың реттік сандары сақталады. Тек қана өзгешелік атомдық массасында ғана болады. Бұндай элементтердің атын изотоптар деп атайды. Изотоптарда протон саны тұрақты, тек қана өзгешелік нейтрон сандарында ғана. Ал изобаралар дегеніміз, яғни массалық сандары бірдей, зарядтық сандары әртүрлі нуклеидтердегі изобараларды атаймыз. 1913 жылы Нильс Бор атомдарға қатысты өзінің осы екі постулатын ұсынды. Бүгінгі өткен тақырып бойынша есеп шығаруда Менделеев кестесін қолданамыз. Мысал ретінде сіздерде оттек изотоптары берілген. Осы изотоптардың протон, нейтрон, электрон атомдық массасын анықта десін. Бүгінгі өткен тақырып бойынша білетініміз элементтің реттік саны протон санын береді, яғни бүкіл
үш изотопта да протон саны 8-ге тең. Нейтрон санын анықтау үшін атомдық массасынан реттік санын азайтамыз. Яғни 16-тан 8-ді азайтамыз, 17-те 8-ді, 18-ден 8-ді. Электрон саны протон санына тең болады. Атомдық массалары элементтің үстіңгі жағында көрсетілген, яғни 16, 17, 18.